Сәлем достар, бүгін біз сіздермен машаба жасайтын боламыз. Ең бірінші қазанға майымызды құйып, қызып тұрған майға етті саламыз. Жақсылап қуырамыз етті, қып-қызыл болғанша. Пиязды салып қуырамыз, қып-қызыл қылып. Сәбіз қосып, жақсылап қуырып, үстіне су құямыз. Мен 1,5 литрдей су құйдым. Су қайнаған соң машты саламыз. Маштан кейін картошканы саламыз. Картошкасын салып, жақсылап қайнатамыз. 30-40 минуттай маш езілгенше. Мына меніңкіндей болып маш езілгеннен кейін үстіне күрішті саламыз. Тұз, бұрыш өз қалауыңызша саласыздар. Күріш піскенше тағы да 20-30 минутта қойып қоясыздар. Әркімнің күріші әрқалай піседі. Біреудікі 20 минут, біреудікі 30 минутта. Күріші піскен соң маш тамағымыз дайын. Бұл тамақ өте тойымды тамақ. Үйіңізде егер отбасыңызда адам көп болса, осы тамақты жасауға кеңес беремін. Подписка жасап, лайк басуды ұмытпайық достар.